Еш мектебіне түсудің 7 қадамы. Мен Жазира Жасұланқызы сіздерге түсіндіретін боламын. Біріншіден, барлық фокусыңызды нақты емтихан тапсыратын пәндерге аударыңыз. Артық, би, спорт, үйірмелердің бәрін тоқтата тұрыңыз. Екіншіден, міндетті түрде ағылшыннан күніне 15-20 сөз жаттауды дағдыға айландырыңыз. Үшіншіден, математиканың 5-6 сыныбын толық меңгеруге тиіссіз. Төртіншіден, барлық тілдік пәндерден емтихан тапсыру үшін мәтінді түсінуді үйреніңіз. Бесіншіден, тұрақты түрде тест тапсырып, өзіңіздің пробелдеріңізді білуіңіз міндетті. Яғни репетитормен қай жерде жұмыс жасайсыз, соның барлығын алдын ала шешіп алуыңыз қажет. Алтыншыдан, емтиханға 2 ай бұрын міндетті түрде есепті уақытқа, жылдамдыққа шығаруды үйреніңіз. Сразу есепті шығара салып, мен жылдамдыққа жасаймын деген дұрыс емес. Тек қана 2 ай қалған уақытта есепті жылдамдыққа шығарасыз. Және де соңғы 7-ші кеңес психологиялық, моральдық тұрғыда дайын болу. Емтихан тестін кәдімгі күнделікті тест сияқты оңай тапсыра білу. Сәттілік сіздерге!